Бүгүнкү темабыз жырткычтар түркүмү. Жырткычтар түркүмү маммалия классынын, башкача айтканда сүт эмүүчүлөрдүн эң көп түрлүү түркүмү. Карагылачы сүрөттөн кандай гана алар өлчөмү менен айырмаланат, түсү менен айырмаланышат. Бирок ошого карабастан баары бир түркүмгө киргизилет. Бул жырткычтар түркүмү. Эмне үчүн жырткычтар түркүмү деп аталып калган? Булар биринчиден эт менен гана азыктанышат. Эт азыгы. Экинчиден тиштери аябай жакшы өрчүгөн. Тиштери жакшы өрчүгөн. Ошондуктан баарын жырткычтар түркүмүнө киргизилген. Булар 7 системадан турат. Организми 7 системадан турат. Бардык системалар эң жакшы өрчүгөн. Сезүү органдардан жыт сезүү органы эң жакшы. Мисалы, карышкырды буту гана азыктап турат. Андан тышкары жыт сезүү органы абдан жакшы өрчүгөн. Булардын жашоо шартын карап чыгалы. Жашоосунда эки чөйрөд менен байланышкан. Көбүнчөсү 90% кургактыкта, калган 10% сууда жашашат. Булардын териси калың, май катмары жакшы өрчүгөн. Андан тышкары буларда тер бездери бар. Сууда жашагандардыкы мисал алалы, морж. Май катмары жардам берет. Муздак суунун температурасын көтөргөнгө. Ал көрөлү. Биринчи сүрөттөгү жаныбарлар, булар жолбостор. Кыргызстанда жолбостор жок. Булардын өзгөчөлүгү, булар мышыктардын жакын туугандары. Кадимкидей эле мышыктардын. Ошондуктан булар мышыктар уруусуна кирет. Булар адамга да кол салышы мүмкүн. Карышкырдын 2 түрү бар. Кыргызстанда 2 түрдөн бар. Бул аябай көп сандагы көк карышкыр. Экинчиси кызыл китепке киргизилген. Бул кызыл карышкыр. Сейрек кездешет. Ошондуктан буларды кызыл китепке киргизилген. Кызыл карышкырдын массасы кичирээк болот. Ал болгону 10-20 килограмм. Узундугу 1 метр. Эми көк карышкырдыкын карап көрөлү. Ургаачысы кичирээк болот. Ургаачысы 40 килограмм. Эркеги 50 килограммга чейин жетет. Булар алп жаныбарлар болуп эсептелет. Бул жаныбарларга, карышкырларга bir gün нормасы 8-10 килограмм эт. Балдары өлтүрүктөр деп аталат. Bir тууганда 4-12 балага чейин, башкача айтканда күчүктөрү туулат.
Түлкі. Түлкі дағы қаршықырдың жақын туғаны. Түлкілер. Бұлар қу жануарлар болып есептеледі. Айға қулығымен айырмаланады. Бұлар дағы жыртқыштар болғандықтан адамдың жашаған жеріне келіп дағы толық тұрғыда қол салышы. Эми алалы илбирсте. Илбирс бұл қызыл китепке кіргізілген жануар, себебі азайып кетіп жатады. Қызыл китепте ұзындығы 200-300 сантиметр. Салыштырмалы башқа жануарларға қарағанда бұл чоңырақ. Құйрығы 90-100 сантиметр. Массасы 25 килограммдан 55 килограммға чейін жетеді. 30 тиші бар. Демек, бұл жыртқыш екенін дәлелдеп тұрады. Оның мұрттары өзінше гибрис деп аталады. Гибрис. Бұл сезу органы есептеледі. Көру, ұғу, жік сезу органыдағы бұлардығы ең жақсы өршіген. Терінің түтісі тау таш арасында білінбейді. Жайында бұлар тауда жашашады. Қыш мезгілінде жерге тоқойларға келішеді. Андан тышқары аюларға тоқтап кетеді. Суретті көріп тұрғанда аюлар екі түрі бар. Ақ аю жана күрең аю. Күрең аю Қырғызстанда кездешеді. Ақ аю болса Антарктидада ғана жашайды. Қанты ыңғайланышқан дағы бір ескерге салып қойылды. Біріншіден түсін қарап көргілі. Ақ. Бұл жашоо шарты Арктикада болғаннан кейін бұл апақай қардың арасында білінбей қалады. Екіншіден май қатмары аябай жақсы өршіген. Күрең аюдан айырмаланып, бұлар шейінге кешпейді. Баласы мамалақ. Суға сүзгенді бұлар аябай жақсы білішеді. Ені күрең аю. Күрең аюның баласы дағы мамалақ деп аталады. Күрең аю күз мезгілінде чейінге кіреді. Ушинтип бұл қышқа ыңғайланған. Жазда тұрғанда бұлардың массасы аябай азаяды, себебі май сартталады тамақ сіңіруге, энергия алғанға майы сартталады. Ені бұл жануарларға тоқталады. Бұл жануарлар арыстандар. Бұлар жануарлардың ханы болып есептеледі. Қырғызстанда бұлар кездешпейді. Бұлардың өзгөчөлүгү эркегинде аябай чачы жакшы өрчүгөн. Бул эркектин белгиси болуп эсептелет. Адамдарга дагы бул кол салышы мүмкүн. Эми суроо пайда болот. Үйдөгү бизде жаныбарлар мышык менен ит киреби? Албетте, мышык дагы, ит дагы жырткычтарга кирет. Ошондуктан мышык менен итке дайым биз ит берип турушубуз керек. Мышыктын сезүү органдары башка жырткычтар түркүндөй эле бул муруттары. Эгерде мышыктын муруттарын алып салса, ал чычканды кармай албай калат. Мышыктын баласы мый деп аталат. Ит дагы жырткычтар түркүнүнө кирет. Мунун балдары күчүк деп аталат. Өзүнүн денеси түзүлүшү боюнча карышкырларга аябай окшош болушат. Ушинтип жырткычтар түркүнү өзгөчө жаныбарлар. Алар эт менен гана азыктанышат. Үйдө бизде мышык менен ит жырткычтар
жыртқыштар түркүмүнө кирет. Булар үй жаныбарлары. Калгандардын баары деген булар жапайы жаныбарлар.